тәтті тілі, онан дүні, біз бүлдіршін жақсылыққа сенер. Ассалаумағалейкум, жаны ізгі, игі жақсылар. Адам күні адаммен, әр қазақ менің жалғызым деп, бүкіл саналы өмірін Алла разылығы үшін деп арнаған қазақ атам жан жағына жақсылығын аяған емес. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қайнар ауылындағы 2-ші топ мүгедегі Рахима апамыз 5 немересімен апатты жағдайдағы ескі үйде күнелтуде. Тағдыр тауқыметін тартып келе жатқан анамыздың жалғыз ұлы да жол апатына түсіп, жұмысқа жарамсыз боп қалды. Осы орайда игілік қоғамдық қорының апамызға қуаныш, балапандарға жақсылық, жарқын болашақ сыйлауға үлес қосуда. Ардақты пайғамбарымыз былай дейді: кімде-кім бір мұсылманның ауыртпалығын жеңілдетсе, немесе бір мұсылманды қуантса, Алла тағалада оған нұрын үйеді, және оның да ауыртпалығын жеңілдетіп, оны да қуантады деген. Егерде қаржылай, заттай көмек берем деген ізгілікті сүйетін игі жандар болса, хабарласыңыздар. Баршаңызға алдын ала алғысымызды білдіреміз.